Ой, от сөз бүгін қалай тіл қарымас демеңдер әр қиырға ұрма құлаш. Көрейік көп алдында бір көсіліп, көңілдің көктөнені күн дарымас. Қола домбыра болады дегеннен соң жиылды елдің қызбен ұлдары рас. Болашақ жастардікі болғаннан соң еңсесін түк ұстасын тұлғалы жаз. Әйтпесе елге тіреу бола алама, елуге көніп кеткен былғары бас. Алдыңа екі айналып шығып тұрған ағайын ақындардың бір бағын аш. Жырласақ жаста болса ел алдында пайымым парасаттың шыңдарын аз. Ой, тәуекел бір алла деп сөз бастайық, Құдай қуат бермесе құл жарымас. Ой, әрмекеннің жиылып сақалары жұп қылып өзің болдың атағаны. Ассалаумағалейкум бейбіт ақын сөзінің саралтындай сапалары. Ойланып сөйлемесең әрбір сөзің жаныңа атқан оқтай батады әлі. Аңдамай Наржамбылдан жеңілген қой, Айтыстың Құлман беттей атаманы. Сөзіне сақ болмаған қырғыздың да Сүйінбайдан жеңілген қатағаны. Бір сөзден жеңілсе де бұл айтыстар ел ішінде айтылып жатады әлі. Біздің де айтысымыз бір тарих қой, өзінің биігіне апарады. Сондықтан сөздеріңе сақ болмасаң, тарихқа жаманатың тақалады. Айтыс деген ұстайтын бірақ сөзден ұлы өнер ғой заңы да қатал әрі. Ой, бір сәтте ақыл таппай қалған ақын бір ғасырға ақымақ атанады. Ой, кеше қырып айтыстың тұғырық еніп, содан кейін отырмын бүгін көріп. Бейбіт күнде есімім жақсы депсің, Айбарыстың есімін қырын көріп. Есіміңмен мақтана бастап едің, Нұр-Ислам қалды сонда жұбың болып. Ой, бейбіт күнде одан да жақсы емес пе, Ислам келіп тұрса нұрын төгіп. Ой, мен сені деп жүредім тақымдыл ғой, бірақ бір жайт жаныма батып жүр ғой. Мана бәріміз тал егуге, бейбіт сен сол кезінде қатырдың ғой. Егуге барды деген аты ғана, көзіңді көтер алмай отырдың ғой. Ой, бір талды егемін деп айналайын, екі талдың орнын опырдың ғой. Ислам буының бекіп жүрме, секеңдеп босқа маған зекіп жүрме. Бір ғасырға ақымақ атанат деп, Нұр-Ислам айтыста көкіп жүрме. Абайла өзің солай қателесіп, сен ақымақ атанып кетіп жүрме. Ай. Сенің айтқан сөзіңде мән жоқ еді. Сенің айтқан сөзіңде жан жоқ еді. Екі талдың орнын опырдың деп. Менің айтқан сөзімде бал көп еді. Түністікпен қараңыздар, ағайындар. Просто Маңғыстауда тал жоқ еді. Ай. Дұрыс емес, бұлай маған бүлік салған, дұрыс емес қазыларға күдік салған. Маңғыстауда ментал жоқ деп айттым жаңа. Дұрыс емес, олай елді жығып салған. Бабаларым талдарды найза қылып, жаулар мен түркіменді қырып салған. Ұрынып қайтеміз біз бос егеске,
Мына кеш ғибратты кеш емес пе? Ассалаумағалейкум ағайындар, финалға жолдамалдық кеше-кешке. Енуға еңсетіктеп кірген кезде ақындардың көңілі хош емес пе? Қазылардың құрамын қарағанда Ырымғали түседі көсемеске. Ақындардан құрады бір кафедра, 1000 жылдық мұрасы бар көшемес пе? Аман жол Серікзат пен Дәулеткерей, Балғынбек, Айбек, Жібек дос емес пе? Ринат, Иранғайып, Ерке Бұлан, жырласам тауса алмаспын неше кеште. Қола домбыра айтсын жасап жатыр, елден алар бағасы осы емес пе? Ырымғали ағайдың еккен шыбықтардың жеміс беріп жатырғаны осы емес пе? Ай-ей-ей-ей. Ақындар сандуғаштай сайрап жатыр, өнердің терегіне бойлап жатыр. Түске дейін біздерге тал ектіріп, Улканың айналасы жайнап жатыр. Білім менен өнерді қатар қолдап, енуім қола домбыра тойлап жатыр. Оқушым деп осылай қолдамаса, елім деген шығады қайдан батыр. 100 жылдығын тал егіп ойлап жатыр, 1000 жылдығын білім беріп ойлап жатыр. Ай-ей-ей-ей. Сап. Екпініңнен қайыңмен емен сынар, бәле шықса бауырым сенен шығар. Кеше сен айғаныммен айтсын ғой, ол сендей балаларға бедел шығар. Айтысқа шықтың да датыңды айттың, Нұрислам тартынбас өрен шығар. Қорқытып президенттің жарлығымен қазыдан жеңілдікті жедел сұрар. Жылағанға өкірген жолығар деп, өмірдің кей сабағы кемел шығар. 100 кило ақынмен жұптап қойған, шебер десе Құдайда шебер шығар. Жеңілдікке шүкір ете алмады деп, ауырлықпен сынаймын деген шығар. Ай-ей-ей-ей. Біреуі болмасам да даңқ дердің, шапалақпен шайырға шабыт бердің. Шабыт беріп жатыр деп естігесін, қасыма сен де бірге шауып келдің. Бір пайдаға асат деп әжеңіздің білезігін ап келдің, анық көрдім. Жұпталып ай дидарлы айғаныммен қолына білезігін тағып бердің. Бірақ саған айғаным қараған жоқ, біреуі болғаныңмен дәніккеннің. Ал бүгін не қыз жоқ, не білезік жоқ, соқа басың сопайып нағып келдің. Жаныңдағы бейбіттей бауырыңа атаңның қандай затын алып келдің. Ай-ей-ей-ей-ей. Çöp. Ай, татымды десем өлең төгіледім, мынауың жел сөзбенен желігеді. Ақмақ атанасың деп Нұрисламға шамасына қарамай сөгіп еді. Өз ойыңмен шамалап айта салдың, одан басқа бұл бейбіт не біледі? Ой, түйелердің түсіне кірген аттың барлығы өркешті боп көрінеді. Ой, бейбітжан бізге айтатын жырың қалай, мен бірақ көтермеймін сыныңды оңай. Атаңның затын алып келдің бе деп, дұрыс отыр өтірік жымыңдамай. Үмітпен шығарғанда ақтықсынға, ұсақ сөзді сөйлейміз бүгін қалай.
алмасаң үндемей тыңдап отыр, болмайтын сөздеріңді тығындамай. Ой, қоланы аламын деп әуре болып, елдің алтын уақытын шығындамай. Ой, тәуелсіздік бақытты әлемімдей, бұлбұл құстың шырқаған әуеніндей. Кей кезде өзім болған адамдай боп, тәубенің ұмытамыз әдебіңгей. Азап көрмей өскесін азаттықтың, келеміз қадірінде және білмей. Бейбіт күнді бағалай білмегенге зұлымдық тосып отыр тағы өлімдей. Онсыз да біз мың өліп мың тірілдік, енді әрекет қылайық кәне бірдей. Елді асырап отырған бидайыңның бейбітшілік ең соңғы дәнегіндей. Жасындай жарқ ететін кезінде мен кезіктім бейбіттейін көзірменен. Тулауыңда өтпеді асауаттай, шумағыңда өтпеді әзілдеген. Мағанда салмақты сөз айтпайсың ба, отыра бермей өзіңменен. Келдің бе әлде қола домбыраны, бір көріп кетейін деп көзіңменен. Қиял менен самғайтын айғы өкілсіз, алып отсың Нұр Ислам пайда өтімсіз. Сен залды қалай суреттедің, Рагатов, сіз өзіңіз қайда отырсыз? Нұр Ислам Қостанайдың ұлы мекен, Нұр Ислам бейбіттің жүгі мекен. Астана қиқу беріп отырсайшы, тұлғалар ізі қалған ұлы мекен. Не бересің дегенде дым айтпады, бермеймін, әлде бермеймін деген түрі мекен. Шыққанда Нұр Исламдай талаптыл мен айтысқа әр қадамды санап кіргем. Ағайын қиқуласаң өзің егер, бітеді ақындарға қанат бірден. Бауырым есіңде болсын дәйім, бізге сөз айтуға болмайды ағат мүлдем. Жарайды, ештеңеңде керек емес, саған артық қоймаймын талап мүлдем. Тек қана аман жүрші Рагатов жан, одан да ойнап жүре бер Рагаткіңмен, ай. Ел десе саңқылдайтын сұңқар керек, ел десе алқынбайтын тұлпар керек. Нағыз керек нәрсені мен айтайын, беттен қақпа ағайын ынтам делеп. Лут қауымы секілді азбай тұрып, болашақты ойлайтын бір қам керек. ЛГБТ дегенің жердің құрты, бас көтерсе жағаңды жыртар демек. Малдың өзі бір-біріне артылмайды, бізге енді басқа қандай сылтау керек. Кейбір жандар қолдамай отыр екен, Ринат ағам төбемен құртам деп ед. Ғанияға осыны тоқтататын, болашақты ойлайтын бір қам керек. Осы жаманшылықтың алдын алар мектептерге рухани бір пән керек, ай. Құдайым басымызға бақ беріп тұр, ал бейбіт болашаққа сақ болып тұр.
Рухани ағам арнайы келген екен, Бейсенбаев жұмаға тап келіп тұр. Көптен бері көкейде қордаланған ұсынысты айтатын шақ келіп тұр. Айтыс пәнін егізіп мектептерге, ұрпақты ұлы жолға қаттеліктір. Әттең бәрі өзгеріп кетер еді, бір шешім жетпей жатыр әттең ұтқыр. Өнел ұлтын сүйген ұл жаман бола қоймас, болса егер жақсы мектеп бапкер ұтқыр. Қысқасы ақындардың ой осындай, аға сізге оқушыдан хат келіп тұр. Мектепке айтыс пәнін енгізсеңіз, қазақ руханиятына бақ болып бір. Сізге де мектеп ашқан Ыбырайдай тарихқа жазылатын сәт келіп тұр. Бірақ бұндай пәндерді оқыма дел, оқымаса әрине опына дер. Нұрислам, ұсынысыма келіспесең, арыңның әділ таза сотына бер. Егерде айтар сөзбен уәжің болса, бидің жалғыз ұлындай сапыра бер. Ал егер ұсынысты мақыл көрсең, көзіңді бақырайтып отыра бер. Рахмет ақындар, уақытының ыңғайына қарай. Бір шумақпен түйіндей қойды, Нұрислам. Самасына қарамай жасқап отыр, байқаймын өлең жырды ластап отыр. Өзің айтқан сол рухани бір пәніңді бір тұтас тәрбиеден бастап жатыр. Сүйгесім қазағымның ұлты жұрды білмейтін ақын едім іркілуді. Рагаткамен ойнай бер деп айтасың, мен сенің аяп тұрмын бұл түріңді. Болар елдің баласы деп отырсам, бұл жаңа мына мені күлкі қылды. Ініңе күлгеніңнен пайда бар ма, өзіңнің жамамасаң жыртығыңды. Артыңда қалатындай сөздер айттың, айтыста болам десең шынтығырлы. Ойланып сөйлер болсаң алдыменен, досымау тартар дейсің кім тіліңді. Ойланбай сөйлегенің қауіпті ғой, көздемей атқаныңдай мылтығыңды. Ал бейбіттей бауырым жаныма келген жайғаса, төгіліп біраз сөйледік тұрмайтын аттай байласа. Осыменен бауырым жағадан алмай жауымдай сөзге тоқтауға қамжаса. Жолымыз әлі кездесер, табанымыз таймаса. Тартысқан менен айтыста, көңілім саған ақ менің осыны отыр ойласа. Қоштасарда бауырым құшағыма басайын, қадамды сенде сай жаса. Қатты айтсам кейде қайғы етпе, қылышта өткірленеді ау қара таспенен қайраса. Тарихтан талай сынақ келікті бір, бабалар салды сонда жиылыпты бір. Солардың арқасында ел атандық, сарыарқаның төсінен бұйырыпты ғыр. Алағайын осымен қошаман бол, алдыңда өтер біздің үйіліп құмыр. Тәуелсіздік мәңгілік мөрің болып, қазағым барша әлемге билікті ғыр. Бірігіп сақтау керек барлығымыз, Тәңірден бізге берген сыйлықты бұл. Ерліктің ең ұлысы егемендік, елдіктің ең жақсысы бейбіт ғұмыр. Айтыс соңы мен сенен шошығанды, Нұрислам күшке күш қосып алды. Айтыс аяқталған соң уақыт алмай, мана неге айтпайсың осыларды? Неге тоқта дегенде көпке кеттің? Ал мен болсам, өз-өзіммен ретке кеппін. Бір тұтас тәрбиемен бейбіт күн деп, ел алдында бауырым төкпелеттің. Жазып берген қуантып ағайыңды, Мейірбек ағамызды өкпелеттің. Ой, рахмет, тамаша.